Мерейленіп шабытпен кіріп келдім. Бұл мереке қуанышы алты-алаштың мейрамың құтты болсын ұлық дедім. Жол жөнекей ой жайлау әнін айтып, ұзын жолды қысқартып жүріп келдім. Жол үстінде кездесіп бұлбұлменен бір жақсылық болатынын біліп келдім. Оның үшінде жазып берген бозторғайын жолды орындап жүрекпенен сүйіп келдім. Кенен атам мұрағын қалдырған соң көкшолақты ертемей мініп келдім. Мен осылай атамның бұл тойына өзімше ойын салып құрып келдім. Сондықтан иіліп сәлем бердім. Ассалаумағалейкум ұлық деді. Мына Ербол маған қызық сөйлейді екен, амандасуға да уақыт бермейді екен. Шыға салып сұрақтың астын алды. Сұрағы да ағып тұрған көлде екен. Ай, Кенен атам өзі ұстаз, өзі ақын сазгер тойшыл болған, соны да Ербол көкен білмейді екен. Домбырамның құлағын күзеп бүгін бұрадың. Кімнің ойы не болса да, жыл сайын мен өзім Құран оқып, Кенен деген атамды есім алып тұрамын. Жал бұйрығыңа жетілсін. Меніменен айтысса, Ербол неге өкінсін? Айтыстағы алыбым, өнердегі арланым, сахнадағы тарланым. Ербол аға мен үшін сен ылғида тек болсын. Домбыранды құшақтап, Кенен деген атамның айтысына кеп тұрсын. Інімнің беті қайтпасын деп, орынды дихан алсын деп тұрсын. Сондықтан да Әділқазы осы сөзге бет тұрсын. Мен орнына